Майдан даласында қаза тапқан тағы бір сарбаздың денесі Украина жерінен табылды. Тұрар Рысқұлов ауданы Тереңөзек ауылының тумасы Жүнісқадыр Сариев бауырластар зиратында жерленіпті. Осылайша 25 жыл бойы атасын іздеген Талғат Жүнісқадыровтың үміті ақталып отыр. Ал мереке қарсаңында батырдың құрметіне ұрпақтары ескерткіш тақта орнатып Құран бағыштады. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Тереңөзек ауылынан Ұлы Отан соғысына 305 адам аттанған. Олардың 81-і тірі оралыпты. Жаудың бетін қайтаруға аттанған Жүнісқадыр Сариевті 1942 жылы әскерге шақырылған. Кейіннен 130-ші атқыштар дивизиясының 681-ші атқыштар полкының сапында жаумен шайқасқан. Майдангер Украинаның Кленкантин ауылын азат ету кезінде 1944 жылы 19 наурызда ерлікпен қаза тапқан. Ал немересі Талғат Көшкінбайұлы өз бетінше іздеп 2022 жылдың 28 қаңтарында атасы жерленген зираты тапқан. Талғат Жүнісқадыровтың жұбайының айтуынша 25 жыл бойы іздеуден кейін майдангердің сүйегі Украинадан табылыпты. Жолдасымның өзінің білімділігі, біліктілігі, табандылығының арқасында, талмай іздеген еңбегінің арқасында осы атамыз табылды. Екеміздің отау құрғанымызға 45 жыл болды. Сол 25 жыл төңірегінде атасын іздеді. Сол еңбек ақталып, осында бүгін үлкен елдің ортасында, әулетіміздің ортасында, отбасымыздың ортасында осындай үлкен қуаныш болып жатыр. Айта кету керек, Жүнісқадыр Сариевтің сүйегі Украинадағы Венеция облысы Капайгород ауданы Мурафа ауылындағы бауырлас зиратында Юнус Сариев деген атаумен жерленген. Іздеу жұмыстарының ұзаққа созылу себебінің бірі де осы дейді ұрпақтары. Ал жеңіс күні батырдың құрметіне ескерткіш тақтаның ашылу рәсімі өтті. Тереңөзектіктермен бірге жауынгердің ұрпақтары гүл шоқтарын қойып еске алды. Жүнісқадыровтар әулетінің ұйымдастыруымен ауыл тұрғындарына концерттік бағдарлама назарға ұсынылып, үлкен ас берілді. Бұл іс-шара бізге бізден кейінгі өскелең ұрпаққа үлкен неге ұрпақтар сабақтастығын жалғасудың бірден-бір көрінісі деп ойлаймын. Артында қалған ұрпақтары, мінекей ұрпақтары өсіп өнген үлкен әулет, Жүнісқадыр әулеті, Құран оқытып, Құран бағыштаудамыз. Енді ойлаймын, бұл игі іс-шара тек қана осы ауыл тұрғындары емес, жалпы бәрімізге, Жамбыл облысы тұрғындарына да үлкен өнеге болатынына сенеміз. Талғат Көшкінбайұлы әкесі мен апасының аманатын орындай алғанына шын қуанышта. Оның айтуынша Украинадағы бауырлас зиратта атасынан бөлек қазақстандық 86 жауынгер жерленген. Қаратүзберген, Мейрамбек Сағынов, Элдар Түстікбай, 24 News.